Ассаламу алейкум достар, сіздермен Кахот арнасы. Бүгінгі видео бізге керекті, біз үшін өте маңызды, пайдалы Telegram боттар жайлы. Яғни бізге енді көп қолданатын YouTube, TikTok, Instagram деген сияқты осыларға қатысты боттар. Ол үшін біз Telegramға кіреміз. Мына астың жағында тұрған 4 бот, осы боттарды мен өзім көп қолданам. Қазір оларды біртіндеп айтып кетейін. Ең астындағы Instabot деген бұл Instagramдағы видеолар немесе фотолар, мысалы көрсетейін. Кез келген ала салайық. Мысалы, мына фотома сілтемесін көшіріп аламыз. Сөйтеміз да Instabotқа осы жерге ставить етіп жібереміз. Осы жаққа жіберсеңіздер, мына суретті сіздерге жіберетін болады. Мінекей осындай қылып. Сосын өздеріңізге сақтап аласыздар. Мына астың жағында стрелканы басасыздар, сохранить фото. Дәл сол сияқты видеоның да сілтемесін көшіріп ала бересіздер. Екінші Save Off деген ол TikToktағы видеоларды жүктеуге арналған. Мысалы, көрсетейін. Ко мне зашла миллионер. Мына жерден кез келген бір видеоны ала салайын. Астың жағында 3 точка бар, соны басасыздар. Ең бірінші тұрған сілтемені көшіру деген тұр, соны алып аласыздар да Telegramға Save Off-қа жібересіздер. Ставить етіп. Сол кезде осы видеоны сіздерге жіберетін болады. Мінекей бізге жіберді. Дәл осылай істейтін болсаңыздар, анда TikTok деген жазу шықпайды. Егер сіздер мына жерден сразу 3 точканы басып, мына астың жағында сохранить видео дейтін болсаңыздар, мына жанында TikTok деген жазу шығып тұрады. Менің атым мысалы Кахот деп. Ешқандай да жазусыз алғыңыз келсе, осылай істесеңіздер болады. Мінекей ешқандай да жазу жоқ. Тура сол видеоны сақтап аласыздар. Дәл сол сияқты енді келесі мына видео не үшін шығып кетті? Мына жерде орындар ауысып кеткен сияқты уже. Ең астында тұрған ол біздегі YouTube'тағы видеоларды жүктеуге арналған. Скачать деп айтылған. Ол мына жерде мысалы көрсете салайын. Мысалы мына видеоны жүктеу үшін астың жағында поделиться деген басып, сілтемені көшіріп аламыз. Сөйтеміз де осы ботқа жібереміз. Сол кезде сіздерге ана видеоны жібереді. Мінекей қандай качествода керек, 1080-де ма, 360-да ма, біз 1080 деген басамыз да дәл жаңағыдай жүктеп ала береміз. Енді төртінші бізде Livebot. Livebot деген ол YouTube'тағы видеоларды біз мысалы музыкасын алғымыз келеді. Мысалы YouTube'та бір әнді көріп қалсақ, соны ән қылып алғымыз келеді, монтажға қосу үшін немесе жаңағы Telegram группаларыңызға жіберіп қою үшін. Сол кезде осы нені қолданасыздар. Мысалы мынау музыка сияқты. Осы музыканы алу үшін сілтемені көшіріп аламыз да жаңағы Livebotқа жібереміз. Мінекей сразу сіздерге музыканы жіберді. Сосын сіздер өздеріңізге керек осы жерде тұра береді, немесе жаңағы өздеріңіздің группаларыңызға жібересіздер. Егер музыка тыңдайтын болсаңыздар, мен сіздерге тоже бір группа ашып қойғанмын. Жалпы осы оқырмандарыма креативная музыка деген, бұл жерде жалпы бүкіл музыкалар, жаңадан шыққан әндер барлығын осы жерден таба аласыздар. Монтажға да керекті музыкаларды табасыздар. Енді келесі ол енді өзім деген, өзімнің фото-видеоларым. Жалпы осы негізгі боттар, осы астындағы 4 ботты жаттап алыңыздар. Livebot, скачаться YouTube деген, және де Save Off, және де Instabot деген осы 4 ботты жаттап алыңыздар. Осы 4 ботты сіздер де қолданыңыздар. Өйткені мен де қолданам. Бұл өте маңызды, өйткені көп нәрсеге керек. Олай болса біз видеоның соңына жеттік. Видеоны лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ана жерде қоңырауша бар, соны басып кетсеңіздер, мен келесі видеолар салған кезде сіздерге бірінші болып шығатын болады. Сол үшін де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал олай болса келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.